Ассалаумағалейкум, ғылымыстан келу жобасының көрермендері. Елімізде 20 мың ғалым бар. Бірақ біздің Қазақстанның халықтың 1%-ін ғылыммен шұғылдандыру потенциалы да жоғары. Енді дәл қазір үкімет алдында тұрған мәселе ғалымдарды сол шығарған, ойлап тапқан дүниелерінен пайда табу, ғылымды коммерцияландыру мәселесі тұр. Студиямызда Айдын Сәбитов мырза, ағасы осы ғылымды қаржыландыру, қаржы бөлу мәселесін түсіндіріп берсеңіз. Жалпы елімізде жаңа мақсат қойылды ғой. Осы бірнеше жыл ішінде еліміздің жалпы ішкі өнімінің 1%-ын, яғни ғылымға қаржыландыру 1%-ын құраса екен деп. Сол және екінші мақсат осы еліміздің экономикасы мен ғылымын байланыстыру, яғни ғылымға негізделген экономика құру. Сондықтан да бұл жерде жалпы министрліктің тарапынан қаржыландыру түрлері бар. Біріншісі ол тікелей қаржыландыру ғылыми зерттеу орталықтарын, онан кейін іргелі ғылымды, қолданбалы ғылымды қаржыландыру жоба бағыттары бар. Онан бөлек нысаналы бағдарламалық қаржыландыру бар. Енді ең мынандай соңғы бір сатысының бірі ол ғылыми нәтижелерді, ғылыми техникалық нәтижелерді коммерцияландыру деген грант бар. Яғни бұл жерде біз осы тарапта бір үлкен жоба бастап жатырмыз, Startup Nation Қазақстан деген. Бұл жерде жалпы жүйелі түрде осы жобаларды коммерцияландыруға дайындау. Қазіргі таңда білуімізше мысалға ғылым қорының коммерцияландыру грантына осы соңғы жылдары 1,5 мыңға жуық өтінім түсті. Яғни оның ішінде жалпы мысалға биыл 70-ге жуық жоба қаржыландыру грантын ұтып алды. Оның алдында 152 жобалар мысалға қаржыландыру грантын алып, жобаларын жүзеге асырып жатты. Негізгі мақсат қазіргі таңда енді осы жобаның аясында үлкен ерім жасау жобалардың. Яғни жоба 5 сатыдан тұрады. Бірінші сатысы ол протон, яғни бұл сатыда біз прототиптеу орталықтарын, жалпы конструкторлық бюроларды ашу негізгі мақсат. Жақында мына президентте жолдауында айта кетті ғой, конструкторлық бюроларды ашу керек деп. Яғни осы жобаның аясында бұл жұмыс атқарылады және атқарылып жатыр бірінші сатыда. Екінші саты ол идеатон, яғни жалпы ұлт болып біз бүкіл өңірлерден осы прототиптеу орталықтардың айналасында жастарды тартып идея жинаймыз. Яғни ғылымға негізделген стартап идеяларды жинаймыз. Ол іріктелген идеялар үшінші сатыға өтеді, мейкатон сатысына. Мейкатон сатысында, яғни сол ғылыми жобаларды, стартап жобаларды, яғни солардың жобаларынан кейін нәтижесінде прототип жасау, түпнұсқа жасау. Сол түпнұсқамен олар 4-ші сатыға жылжиды. 4-ші сатыда біз маркетон дейміз, келген ғалымға жалпы жобаны нарыққа бейімдей білу керек. Жобаны нарыққа бейімдеу үшін ол бизнес жоба жаза білу керек. Оны жалпы өзінің маркетингтік жоспарын жаза білу керек. Не үшін? Өйткені 5-ші сатыда біз инвестиция тартуға бейімдейміз. Яғни бәлкім үлкен кәсіпкерлермен, бәлкім Атамекен ұлттық экономикалық палатасы бар, кәсіпкерлер қауымдастықтары бар, солардың алаңдарында жалпы ғалымдарды тартып, жобаларын көрсетіп, серіктес іздеуге, яғни қоса қаржыландыруға серіктес іздеуге көмектесеміз. Айдын мырза, қараңызшы, бұрынғы заманда былай етін ғалымды мемлекет асырайды, мемлекет бағады, мемлекет тапсырма береді, ғалым сол бойынша жұмыс істейді, бір ғылыми жаңалық ашады, болды. Ғылыми жаңалық өзіне тиеселі болмай қалып жатады. Ал сіздердің мақсат мүдделеріңіз ғалым өндіріспен тікелей байланыс ұстаса, сол өндіріске қызықты ұсыныстар айтса, және сол ғылыми жаңалығынан үлкен қаржы алып, дәулет артса деген ниет бар. Бұл жерде негізгі мақсат, әрине, дұрыс айтасыз. Біз бірінші кезекте ғалым әрине өзінің ғылыми жобасына грант алып, соның аясында өмір бойы жұмыс істеуге болады, зерттеу жұмысымен. Бірақ ол ғылыми жұмысын кәсіпке айналдыра алса, өндіріске немесе экономикаға енгізсе, онда бұл жерде бірінші кезекте ол өз үшін пайдалы. Өзінің отбасына пайдалы. Өйткені ол үлкен қыруар қаражат әкеледі. Өзінің отбасының жағдайын түзеп алады. Жалпы өзінің ішкі бір мысалға бір қажеттіліктерін мысалы қамтамасыз етеді. Онан бөлек үшінші кезекте әрине бұл экономикаға, мемлекетке пайда. Сондықтан біз осыны дәріптеп жатырмыз. Ғалымдар, кәсіпкерлер бірігіп, жобаларды бірге атқарып, кәсіпкерлер қоса қаржыландыруға атсалысып, сонда түбінде экономикаға бейімделген жалпы ғылыми жобалар пайда болса деген бізде үміт. Осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз.
Нәтиже қалай қазір? Нәтиже әрине қазір енді біз бұл жоба жуырда басталып жатыр ғой. Мысалға екінші сатысы идеатон жақында басталады. Яғни сондықтан да нәтижені енді әрине үлкен нәтиже болады деп күтеміз. Дегенмен де осыған дейін де айта кету керек, жалпы жоғарғы оқу орындарында мысалға стартап жобалар дамып жатыр. Ол жақтарда коммерцияландыру кеңселері бар, бизнес инкубаторлар бар әрине. Солардың аясында көптеген жобалар жүзеге асырылып жатыр. Өздерінің мысалы өңірлік байқаулары өтіп жатыр әрине. Және де кейбір жобалар тіпті халықаралық деңгейге де шығып жатыр. Нәтиже бар. Бірақ енді біз айтып жатырмыз ғой, мысалға жүйелендіру, ұлттық деңгейде жүйелендіру, акселерация, ғылыми акселерацияны дамыту. Жалпы негізгі мақсат, неге біз бұны стартап нейшн Қазақстан деп жатырмыз? Жалпы біздің елде халқымыз қабілетті халық, білімді халық. Біз халқымызды әлемдік деңгейде стартап ұлттарға айналдырғымыз келеді. Яғни мындай іргелі, мықты, мынандай алдыңғы қатарлы жобаларды жасай алатын ұлтпыз. Соны енді әлемге паш етіп, бірінші нәтиже көрсетіп, жалпы экономикамызды өсіруге, халқымыздың әлеуетін көтеруге бұл үлкен біздің ойымызша серпіліс береді. Уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Ісіңізге сәттілік. Рахмет.